Жақсы адам бол, бірақ мұны дәлелдеу үшін уақыт жоғалтпа. Егер адамның досы аз болса, демек өмірлік тәжірибесі мол. Күлуді білмейтін адам бақытсыз адам, ал жылауды білмейтін адам 2 есе бақытсыз. 2 қошқар сүзіссе, бөрінің несібесі бүтін болады. Шыншыл адамның бір ғана әлсіздігі бар, оны алдау оңай. Ешкім сіздің орныңызға өмірлік құндылықтарыңызды шешіп бермейді. Ол үшін өзіңіз әрекет етуіңіз керек. Әлсіз тұсыңды ешкімге көрсетпе. Кейбір адамдар бұдан рахаттануы мүмкін. Ашуға мінгеніңде қалт іске қол ұрма. Керісінше, ашуыңның басылғанын күт. Себебі, ашу үстінде кез келген адам орны толмас өкініш жіберуі және оны ешқашан артқа қайтара алмауы мүмкін. Өмірінде ең болмаса арлы және саған тек шынын айтатын бір адам болсын. Жомарт, ешкімге зияны жоқ, ақкөңіл болу жақсы. Бірақ өмірде барлық нәрсенің шекарасы бар. Сондықтан аққан суға арзымайды деген сөздің де бар екенін ұмытпа. Аузыңды ашудан бұрын көзіңді аш. Ең алдымен өзіңді құрметте. Әйтпесе, адамдар бұны сезіп қояды. Ауыр шешім қабылдауға қорықпа. Себебі, көбінесе сен таңдаған ауыр таңдаулар мықты жетістікке жеткізеді. Адамдар көбінесе саған өздерінің қажетіне және ашкөздігіне қарап мәміле көрсетеді. Өміріңде кездескен кез келген адамды немесе бағалы затты басқа ешкім еш нәрсе оның орнын баса алмайды деп қарама. Осы көзқараста мықты болсаң, болашақта асылыңнан айырылып қалсаң да сабырлы бола аласың. Қателіктер өмірдің тыныс белгілері секілді. Олар болмаса, мәтіндегі сияқты өмірдің еш мағынасы болмайды. Достық өмір үшін ең қажетті нәрсе. Өйткені, ешкім ешқашанда барлық басқа игілікке ие болып тұрса да, дос жарансыз өмірді қаламақ емес. Уақыттың өтетіні рас, көп нәрсенің ұмытылатыны рас. Бірақ өмір бір-ақ рет беріледі деген өзіміз білетін қағида бар. Ол қандай заманда, қандай жағдайда өтсе де бәрібір қымбат. Сондықтан өз басым өткенге өкпе жүрмейді деп ойлаймын. Өткенге тек тәубе жүреді деп ойлаймын. Әлемдегі үздік білім өмір үшін күресте беріледі. Өмір егер ащыны бермесе, тәттіні білер медік. Тәттіні бермесе, ащыны білер медік. Өмір үшін тамақ қандай қажет болса, денсаулық үшін еңбек те соншалық қажет. Ал дырдумен күн кешіру түбінде адамға ауру болып жабысады. Еңбек өмірдің шырағына май құяды, ал қиял оны тұтандырады. Адам керуен, өмір жол. Терең су жай ағады, ақылды адамдар тыныш өмір сүреді. Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп, өмір өзен ағысын өзгертпейді. Мен соңғы 33 жылымды таңертең айнаға қарап, өзіме былай деп сұрақ қоямын. Егер бүгін менің өмірімнің соңғы күні болса, бүгінгі ойлаған жоспарымды іске асыра аламын ба? Өмір ешқашан шешуі табылмас жұмбақ, ешкім шығара алмас қиын есеп. Өмірдің 2 заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.